Әріптестер, келесі сөз сұрақ қою үшін депутат Жүргенбаев Жанболат Әкебайұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, менің сұрағым Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрлігіне жолданады. Құрметті Нұржан Молдиярұлы, сумен жабдықтау жүйелерін салуға және реконструкциялауға мемлекеттік бюджеттен қомақты қаржы бөлуіне қарамастан, желілердің жеке олардың тозуына байланысты қанағаттандырылыққа болып отыр. Бұл 60%-ді құрайды. Республикадағы 1502 гидротехникалық құрылыстың 573 объектісі жөндеуді қажет етеді. Апатты нысандардың ең көбі саны Қарағанды, Ақтөбе және Шығыс Қазақстан облыстарында орналасқан. Гидротехникалық құрылыстардың ағымдағы жай-күйін және 2025-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын ескере отырып, 2025 жылы су тасқынын болдырмау үшін қандай іс-шаралар жоспарлануда және оларды іске асыру үшін қандай бюджет бөлінді. Ағымдағы жылы қанша гидротехникалық құрылыстар көп факторлы зерттеулерден өтті және оларды жақсарту үшін қандай шаралар атқарылуда. Бүгінгі таңда гидротехникалық объектілер мен бөгеттерді қалпына келтіру және реконструкциялау бойынша жұмыстардың көлемі қандай болды және су тасқыны кезінде дайындық шеңберінде жыл соңына қажет. Рахмет. Нұржан Молдиярұлы, жауап беріңіз. Құрметті Жанболат Әкебайұлы, сұрағыңызға көп рахмет. Рас, мынау су шаруашылығында көптеген проблемалар жинақтап қалды. Осы проблемаларды шешу үшін түсінген жалпы осы салада жұмыстарды жүйелендіру мақсатында биылғы жылы үкіметтің қаулысымен екі негізгі құжат қабылданды. Бірінші құжат ол 2024-2030 жылдарға арналған су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасы және 2024-2028 жылдарға арналған су шаруашылығын дамыту кешенді жоспар. Айту керек, кешенді жоспар барлық облыс әкімдермен жеке-жеке келісілді. Осы екі құжат негізінде біз 2030 жылға дейін жалпы мынау біздің мемлекет басшысы біздің алдымызда қойып отқан талап жаңа су қоймаларды салу, ол 42 жаңа су қойма салынады. Оның ішінде 20 су қойма министрлік тарапынан республикалық және қаржы ұйымдарының есебінен, 22 су қойма ол жергілікті атқарушы органдар өзінің ұсыныстары бойынша сол кешенді жоспарға енгізілді. Одан бөлек ірі 37 гидротехника құрылыстары қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіледі және республика бойынша егер 35 мың шақырымнан астам ирригация жүйе болса, соның 14,5 мың шақырымға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізу жоспарланып отыр. Қаржы көздеріне келетін болсақ, 3 көзі қарастырылған, оның біріншісі республика бюджет 1 триллион 400 миллиард теңге, екінші жергілікті бюджеттердің есебінен 470 миллиард теңге көлемінде және халықаралық қаржы ұйымдардан 1 триллион 400 миллиард теңге. Айту керек, осы өткен аптада өткен Бакуда КОП29 конференциясына Қазақстан Республика үкіметі тарапынан және Ислам даму банкпен келісімге қол қойылды. Бірінші трансқа Ислам даму банк арқылы 1 миллиард 153 миллион доллар бөлініп жатыр. Жалпы екі транш көзделеді, суммасы 2 миллиард 700 миллион доллар. Осы қаржыға біз бірінші кезеңде 4 жаңа су қоймасын саламыз, 4 гидротехникалық құрылдарына қайта жаңғырту жұмыстарын жүргіземіз және 3,5 мың шақырым ирригация жүйелерге күрделі жөндеу жұмыстары жүргіземіз. 25 жылдың бюджетіне келетін болсақ, бізде қазір даму бюджеті 185 миллиард теңге көлемінде қалыптасып отыр. Оның ішінде республикалық бюджеттен 85 миллиард теңге, халықаралық қаржы ұйымдар есебінен 84 миллиард теңге және Қазсушар кәсіпорынның тариф есебінен және жарғылық капитал ұлғайту есебінен 16,5 миллиард теңге. Жалпы 185 миллиард теңге. Былтырғы жылмен салыстырсақ, биылғы 24 жылмен салыстырсақ, бұл қаражат
70%-ға астам асып отыр. 352 жоба 25 жылы іске асырылады. Көп факторлы зерттеу жұмыстарына бізде биыл 82 гидротехник құрылыстарына көп факторлы зерттеу жұмыстары жоспарланған. Оған Қазсушар өзінің қаржыдан 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Бүгінгі күні 59 гидротехникалық құрылдарында жұмыстар жүргізілді. Жылдың аяғына дейін біз 100% оны аяқтаймыз. Бүгінгі күні біздің алдымызда қойған талап 5 жылдың ішінде барлық 5 жылдың ішінде барлық гидротехник құрылыстарына көп факторлы зерттеу жұмыстарын жүргізу. Рахмет.